Көптеген мәдениеттерде көп әйел алу норма болып саналады, ал полиандрияға, яғни көп күйеуге тиюге қатаң тыйым салынады. Неліктен оңтүстік Африкадағы әйелдер полиандрияға заңды рұқсат сұрайды? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Оңтүстік Африка үкіметі елде полиандрияға, яғни көп күйеуге тиюге рұқсат беретін заң жобасын қарастырады. Жергілікті белсенділер мен полиандрияны жақтаушылар бұл бастамамен билікке жүгінді. Оңтүстік Африкадағы ең либералды конституциялардың бірі бар. Бұл елде бір жынысты одақтарға, кәмелетке толмағандар арасындағы некеге және көп әйел алуға рұқсат етіледі. Оңтүстік африкалық ер адамдар жаңа заң жобасын қалай қабылдайды? Отанға опасыздық деген сөз қай тілде жоқ? Бұл сұрақтарға мамандар жауап береді. Осы саланың білгірі профессор Колис Мачоко бұл жағдайға қатты таң қалмайды. Африка қоғамдары шынайы теңдікке дайын емес. Біз басқара алмайтын әйелдермен не істеу керектігін білмейміз, және қарсылықтар осы бақылау мәселелеріне байланысты, дейді ол. 4 әйелі бар бизнесмен және тележүргізуші Муса Мселеку полиандрия идеясын ұнатпайды. Бұл Африка мәдениетін жояды. Бұл некедегі балалар ше, олар кімнің балалар екенін қайдан білсін, деп сұрайды. Оңтүстік Африкадағы өзінің көп әйелді отбасы туралы реалити шоуына түскен Мселеку. Әйел еркектің рөлін алмайды. Бұл ойға қонымсыз нәрсе. Енді әйел күйеуі үшін дәстүрлі қалыңдық құнын төлей ме, оның фамилиясын күйеуін ала ма деген пікір білдірді. Профессор Мачоко өз елінде, көрші Зимбабведе полиандрия бойынша зерттеулер жүргізді. Ол мұндай некеде тұрған 20 әйел және 45 ер адаммен сөйлесті. Бірақ олар заңмен танылмаған және жалпы әлеуметтік тыйым болып табылады. Қоғамдағы кейбіреулер полиандрияға қарсылық танытады, сондықтан жасырын түрде олар некеге отырады. Бұл масондардың құпиясы сияқты, дейді ол. Сол сияқты өздері бірін-бірін танымайтын адаммен бетпе-бет келгенде, бұл адамдар өздерінің некеде екенін мойындамайды. Бұл қуғын-сүргін мен қудалаудан қорқумен байланысты, дейді. Профессор Мачоконың зерттеуінде қатысушылардың барлығы бөлек өмір сүрді, бірақ полиандралық некеде болды және оны жасырмады. Бір әйел 6 сыныпта оқып жүргенде полиандрлы неке идеясына қызығушылық танытып, арасында кейбіреулердің күйеулері көп екенін біліп отырды, дейді ол. Ол есейген сайын бір-бірін танитын бірнеше серіктестермен жыныстық қатынасқа түсе бастады. Олардың 4-еуі ақыры оның күйеуі болды, ал негізі оның жыныстық серіктестері өте көп болған. Полиандрияда, яғни көп күйеуге тию дәстүрінде, әйел жиі қарым-қатынасты бастайды және күйеулерін оның отбасына қосылуға шақырады. Біреулер қалың мал құнын төлесе, басқалары оны күнделікті өмірде қолдауды жөн көреді. Әйел күйеуі басқа серіктестермен қарым-қатынасты бұзатынына сенсе, күйеуін отбасынан шығара салады. Профессор Мачоконың айтуынша, оның сұхбаттастарының полиандрияға келісуінің басты себебі махаббат. Олар өздерінің жарынан айырылып қалғысы келмеді. Кейбір ер адамдар әйелдердің жыныстық жағынан қанағаттандырмайтынын және ажырасудан немесе қарым-қатынастан аулақ болу үшін полиандриялық некеге келісетіндерін хабарлады. Тағы бір себеп бедеулік болды. Кейбір ер адамдар жұбайы балалы болу үшін полиандрлық некеге келіскен. Осылайша олар бет-әлпетін сақтап, маскуляция деген стигмадан аулақ болылады. Профессор Мачоко оңтүстік Африкадағы полиандрлық некелерден бейхабар екенін айтады. Дегенмен, гендерлік теңдік белсенділері үкіметтен гендерлік теңдік мүддесі үшін мұндай одақтарды заңдастыруды сұрады. Өйткені қазіргі уақытта заң ер адамға бірнеше әйел алуға рұқсат береді. Бұл ұсыныс үкімет талқылау үшін жарияланған жасыл кітап деп аталатын ресми құжатқа енгізілді. Оңтүстік Африка билігі 1994 жылы апартейд аяқталғаннан бері неке туралы заңдарға ең маңызды қайта құруды бастады. Жасыл кітаптың мақсаты адам құқықтарын қорғау екенін есте ұстаған жөн, және біз мұны назардан тыс қалдыра алмаймыз, дейді Шерилин Мэй, әйелдер құқықтарына назар аударатын әйелдер заң орталығының адвокаты. Жасыл құжат сонымен қатар мұсылман, үнді, еврей және растафариандық некелерді заңды түрде тануды ұсынады. Полиандрияны заңдастыру туралы ұсыныс көп жағдайда дау тудырмаса да, парламентте орын алатын дін өкілдерінің қарсы болғаны түсінікті. Оппозициялық африкалық христиан-демократиялық партияның жетекшісі Реверенд Кеннет Мешо полиандрия қоғамды бұзады деп мәлімдеді. Ерлердің бірі, сен көп уақытыңды екіншісімен өткізесің деп айтатын уақыт келеді, ал содан кейін ер адамдар арасында жанжал туындайды, деп қосты ол. Әл-Джама исламдық партиясының жетекшісі Ганиф Хендрикс
Бала дүниеге келген кезде олар әкесінің кім екенін ДНК сараптамасы арқылы анықтау керек сияқты, дейді. Мусамселеку оңтүстік африкалықтарды теңдік мәселелерінде тым алысқа бармауға шақырды. Конституцияда бір нәрсе бар болса, ол бізге пайда әкеледі дегенді білдірмейді, дейді ол. Өзінің 4 әйелі бар екенін ескере отырып, әйелдің неге бірнеше күйеуі болуы мүмкін емес деген сұраққа ол былай жауап берді. Үйленгенме байланысты олар мені 200-ді деп атайды, бірақ мен үндемегенше қазір сөйлеген жөн. Біз өз-өзімізді өзгерте алмаймыз деп қана жауап қатты. Дегенмен, профессор Мачоконың айтуынша, полиандрия бір кездері Кенияда, Конго Демократиялық Республикасында және Нигерияда қолданылған, ал Габонда әлі күнге дейін заңды болып табылады. Христиандықтың пайда болуымен және отарлаудың басталуымен әйелдердің рөлі төмендеді. Олар ерлермен тең емес болды. Неке иерархияны орнату құралдарының біріне айналды. Мачоко полиандрлық некеде туылған балалар туралы алаңдаушылықтың себебі патриархат деп санайды. Балалар мәселесін шешу оңай. Мұндай одақта туылған балалардың барлық отбасының балалар болып есептеледі. Оңтүстік Африканың бұрынғы президенті Джейкоб Зума сотты құрметтемеген үшін 15 айға бас бостандығынан айырылды. Республика басшысы отставкаға кеткеннен кейін оған жемқорлық пен бопсалау бойынша айып тағылды. Бұл айыптауларды тексеру үшін арнайы комиссия құрылды, бірақ экс-президент оның отырысында қатысудан бас тартты және сотта атап өткендей өзін арандатушылық және қорлайтын мәлімдемелерге жол берді. Сол үшін сотталды. Сонымен қатар Зума Оңтүстік Африка Республикасының халықаралық аренадағы беделіне нұқсан келтіретін жанжалды мәлімдемелер үшін қамалды. Ол нәсілшілдік мәлімдемелер жасады, елдегі ақ нәсілді тұрғындарын сынады, жолда кездескен кез келген гомосексуализм өкілін нокаутқа түсіретінін, сондай-ақ кәмелетке толмаған аналардан балаларды міндетті түрде алып тастау керектігін айтты. Алайда белгілі болғандай, дәстүрлі мораль мен этика чемпионның некесіз баласы бар болып шықты. Зулу тегі бойынша Джейкоб Зума Оңтүстік Африканың осы халықтың дәстүрлі көп әйел алуына адалдығын жариялаған алғашқы президент болды. Республиканың бұрынғы басшысының 8 әйелі бар. Отаршылдық дәуірі мен христиан дінін қабылдағанға дейін зулустардың барлығы дерлік көп әйелді болды және олардың көпшілігі дәстүрлі наным-сенімдерді ұстанды. Оңтүстік Африканың бұрынғы басшысының патриархалдық көзқарастары полиандрияны жақтаушыларды ашуландырды. Белсенділер үкіметтің реформалар жүргізіп, бірден бірнеше жігітке үйленуге мүмкіндік беретін заң жобасын бекітуді талап етті. Оңтүстік Африка басқалардан озып кетуге шешім қабылдады. Өйткені бұл елдегі либерализм сөзбе-сөз шекараны білмейді. Адамдар не істеу керектігін білмейді және елдердің полиандрия құқығын заңдастыруда. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.